канализацияның бойында алас тұрбалар тұрып қалады ғой. Соны бір затпен тазалайды ғой ішінде. Мынау адамдағы, мына мысалы мына саусағының мына ұшына шейін қан тамыры келіп тұр. Ол қан тамырдың ішінде қан жүріп жатыр. Ол дейтін шаштан да жіңішке тамыр ол. Соның ішімен қан жүріп жатыр. Құдайдың шеберлігі, Құдайдың шеберлігі. Сол тамырдың ішіне келсек, ішкен тамағыңа байланысты, лас тамақ ішсең, жаңа мына сұйық майлардың іші тұр бар. Бұлар жаңа қанның тамырына жабысып алып, келген затты жабысып, өзіне жабыстырып ұстап қала береді екен. Ал мына қымыз сол баяғы капиллярный мида тамырлар бар ғой, соның іші арқылы баяғының бәрі тазалап отырады екен. Қан тамыр тазалайды екен. Енді бұның дәлелі, қымызды ащы қымызды ішіп келіп жіберсең, кішкентайдан кейін маңдайың терлей бастайды. Арқан терлейді. Неге? Резко ол қанға барды деген сөз. Қанға барып қан айналысы болды да, сосын шығып тұр ғой, әйтпесе тері шықпайды. Қанның айналысынан тері шығып тұр ғой. Сондықтан бұның бірден жаңа қанға баратын әсері бар екен. Қанға барады да, қан тазалайды. Сен жаңа канализация тазалағандай қаныңды тазалайды да, сенің денсаулығың соны жақсара бастайды. Өткенде бір жерде айтады, менің шешемді жаңағыдай жаман аурудың белгісі сол деп айтты. Енді Кореяға алып кетуім керек болды дейді. Оған дейін бір көрейік деп саумал іштік дейді, дайын зат. Содан дым есіп жоқ, саумалды ішіп Кореяға ұшып кеттік. Сол Кореяға барып қарасақ дейді, жаңағыны. Жаңа доғдырлар айтты. Сен маған неге ем жасап едің деп айтты. Ой, біз ем жасаған жоқпыз. Мынада болған екен деп айтты дейді. Жара бірден болыпты бұнда. Бірақ қазір сенің еміңмен бұл жара кетіпті деп айтты. Оны қабыршықтан тұр деп айтты. Сонда біз сонда жылқының сүтін сөйтіп ішіп едік деп айтты. Онда сол болды деп айтты жаңа Кореяға. Бұл жаңа айтқан әбден еді ас қылып кетіп қалса енді бағынбайды ғой енді. Алдын жаңаға кетсе, дайындалып ішсе, ал мына не алады ғой? Химия. Химия алып емделіп жүргеннен кейін мына нені жылқының сүтін көп ішпеген дұрыс екен. Неге десең, химияның күшімен сен ананы басып тұрады, ал мынау келеді де сенің химияңның бәрін тазалап жібереді. Сол мезгілде аурудың қайттан күшейіп шығады екен. Қолдан келсе, олға химия алып жүргенде бұны істемейді. Анау күшін жойып тұр ғой енді. Күшін жойып жібереді, бұның күштілігі сондай ғой. Бұны жаңа анау тек басталды ма, сол уақытта тек алла деп. Сондай бір вақиғаны шүкір. Соның жаңа саумалды тек жылқының басына бар. Жем деген болмайды, жем деген. Мына жем деп сауады ғой, жем деп мына еті бар ғой. Мен өмірден көргенді айтып отырмын. Мына талай мына қысырақтың құлындарына келіп жем деп, сиеміз тәп-тәтті бар. Содан бір күн бір ет таусып қалып, данадағы етті әкеліп сойғанбыз жаңа тайда. Данада, өз дана жүретін. Мә тәп-тәтті дейді, мынау не ет деп сұрап дейді. Кешегі сойғанды асал арықтау нені қой дейді. Таң қалдым сонда. Ана жемдікі бөлек болады екен де, шөпте жайып жүрген бөлек болады. Мына дәл мына сүтте дәл сонда. Мына қымыздың далада жайып жүрген сүті бөлек болады. Ал оның жаңа жем дегеннің күші жаңа айтып отырмын ғой. Шөптің дәнденгенде күші бар, а жем деген қымыздың сүті оны слабилау бар. Ал далада шөптің өзі жемдейді, бұл бүткіл витамин немен күші көп бар. Бәрекелді. Ал енді қандай жылқы? Біздің атайский пород бізде. Соны сұрайын деп не? Бізде көп өзі Маңғыстауда көп жылқы неғыл көп сау бермейді ғой, ертеде мұна жоқ. Бір кәсіп қылып отқан жоқ, айран ішіп атқылы. Мына жоғары жақта кілеген қымыз ғой енді. Бұл жерде не ғой, жаңа бір көрінгенде. Ана қоланды бір азырақ көтеріп еді, ол да бір соңы. Кейбіреуі, көбі, баптауын ұстай алмай қалады. Мынаның баптауын өзгер, мына қымыз жылқы дейтін зат бар ғой. Өте кінәмшіл зат. Бұл кінәмшіл. Бұл дейтін бүйтіп айқайлап ұрысқан оны да жақтырмайды. Олдан келсе мына кейде бір мен өзім көргенімді айтып отырмын да, су басына бүйтіп кетіп бара жатқанда бір қайт деп тыңдамайды ғой. Сол мезгілде тас алып қапсе бүйтіп жүгірсең анандай резко бұрылып тұр ғой. Сен ашуланғанын біліп тұр ғой. Ол хикметі ма жылқының. Сүті де дәл сондай. Бәрекелді. Бұған несінің айқайлап жылқыға негізінде сөйлеу болмайды. Қолдан келіп сауып атқан. Неше бие сауып? Бізде қазір 80 дейме сондай сауамыз. Бәрекелді. Енді оны кейде мына өткізетін жер болмай қалады, сосын көп детегі шығара білмейді. Бізде балық шығару. Біздің ана жылқылардың бәрі жуас, кезінде құлын көзінде ұстаған, содан өскі бие болған, далада тұрғанда су басында биелерді барып сипасаң тұра береді. Қолға үйренген да? Қолға күнде жетектеп анаған істейміз ғой. Қораға қамайсың, ең білмағанда қораға қамайсың ғой, денесін айырып аласың. Таңертең айдап келеді,
бір рет үйреткеннен кейін құлын жылқының бір қасиеті, бір ана айырып үйретесің ғой. 5-6 күннен кейін айқайдап қора десең, құлынның өзі бөлініп қораға кіре алады. Иә. Қасиеті күшті мал ғой. Сосын қорада тұрады, кешке шейін тұрып қалады. Сол уақытта құлынға жем береміз дейді. Жылқыға мен осы таңертең кетеді, кешке шығарамыз, таңертең қайттан жаңағы шөпте жүреді, биеге жем бермейміз. Бұл енді мына түйе сияқты көп сүтті болмайды ғой, Бұл 2 сағат сайын негізінде 2 сағат сайын бере береді. 2 сағат сайын. Бұның ішінде сүттілер де болады жылқының. 1 литрдің үстінде сүт беретіндер болады. Кәдімгі 2 рет иіп беретіндер болады. 2 сағаттан кейін қайттан сомасын, қайттан иіп бере береді. Бәрекелді. Бұл жылқының қасиеті сондай. Ой, сау бол. Мықты жылқы бұл дейді. Бәрекелді. Қымыз көп енді бұның әңгімесі көп.